Артық салмақ кезіндегі іштің айналасындағы май ол жай ғана май емес. Ол да орган, себебі ол жерде 24/7 онкологияны, воспаленияны тудыратын факторлар үздіксіз тұрақты түрде бөлініп отырады. Қабынуды тудыратын факторлар не істейді? Ол факторлар тамырдың қабырғасын зақымдайды. Тамырдың қабырғасы зақымдалып, қабыну процесі болады, холестеринді бляшкалар түзіледі, соңында тромбтың түзілуіне инфаркт, инсультке алып келеді. Әрине бұл процесс бір күнде, екі күнде дамымайды, ол жылдар өте келе дамиды ол процесс. Алғашында давленияның жоғарылауымен басталады. Сондықтан міндетті түрде мынау іштің айналасындағы майдан арылу керек. Және бұл процесс мынау кішкентай бала, мынау ересек адам деп таңдамайды. Кішкентай балада уже артық салмақ болса, осы процесс басталады. Нәтижесінде сол балада болашақта жүрек тамыр аурулары ерте басталады.